Ал сонымен бүгінгі біздің бейне жаңағы материалымызды презентациямызды бастайық. Төтенше жағдайларда қорғау және өрт қауіпсіздігі кафедрасы мектептер мен кәсіби бағдар беру жұмысы. Мамандықтың даму тарихы бойынша колледж директоры Зехин Рахимовтың бастамасымен Қарағанды облысы төтенше жағдай департаментінің қолдауымен Қазақстан Республикасында алғаш рет Қарағанды политехникалық колледжі техник құтқарушыларды даярлауды бастады. 2000 жылы төтенше жағдайларда қорғау мамандығын ашылуы болды. Құтқарушыларды даярлау кезінде студенттердің моральдық, ерік және физикалық қасиеттерін қалыптастыруға үлкен мән берілді. Колледж құтқарушылардың тұтас бір буынын даярлаған болатын. Колледж даярлаған мамандар арасында облыс, республика және одан да тыс жерлерде мамандар арасында өз орнын алады. Құтқарушы авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге дайындалған және аттестат алған азамат болып табылады. Құтқарушының кәсіби қасиеттері, олар нені зерттейді, жұмысқа орналасу перспективаларын алдарыңызда көріп отырсаңыздар. Құтқарушылардың кәсіби қасиеттері: құтқарушы болып жұмыс істеу үшін адамға ұйымшылдық, қайсарлық, шыдамдылық, керемет дене дайындығы қажет. Олар нені зерттейді? Қысқаша тоқталып өтсек, төтенше жағдайлардағы психология негіздері, өрт-саптық дайындық, ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық ерекшеліктері, альпинистік технологияларды қолдана отырып, биіктерден зардап шеккендерді жылжыту, эвакуациялау әдістері, әртүрлі төтенше жағдайлар кезінде іздеу құтқару жұмыстарының тактикасы мен техникасы, навигациялық құралдардың көмегімен жерге бағдарлау, өрт техникасы мен жабдықтардың жүктелуі, жұмысқа орналасу перспективалары. Төтенше жағдайларда қорғау департаментінің өрт сөндіру бөлімшелері қызметтеріндегі төтенше жағдайлардың салдарын жою жөніндегі маман. Төтенше жағдайлар қорғау мамандығын әлеуметтік серіктестері: Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті, 52-859 әскери бөлімі, сонымен қатар ішкі істер Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру қауіпсіздігі министрлігі. Төтенше жағдайларда қорғау мамандығын материалдық техникалық базасы, яғни оқу жаттығу кешені скалодром, құтқарушы көп функционалды оқу жаттығу полигоны, авариялық құтқару жабдықтары мен электрондық белгі аспаптары, апаттар медицинасы пәні бойынша муляждар мен стендтер, дәнекерлеу цехы, алғашқы көмек көрсету бойынша тренингтік орталық. Скалодром бұл альпинистік технологияларды кәсіби қолданбалы дайындау және пысықтау бойынша оқу практикалық сабақтарды өткізуге, спорттық туризм және туристік көпсайыс бойынша құзға шығу бойынша жаттығулар өткізуге, құтқарушы студенттердің кәсіби дағдыларын көрсетуді ұйымдастыруға, сонымен қатар залдарда әртүрлі деңгейдегі құзға шығу бойынша, тау туризмі бойынша спорттық жарыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Алдарыңызда көріп отқан презентацияда осы біздің 4-ші корпуста Қарағанды жоғары политехникалық төтенше жағдайлар қорғау кафедрасында орналасқан скалодром кешені көрсетілген. Құтқарушы оқу жаттығу полигоны. Бұл әртүрлі техногендік авариялар кезінде авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу технологиясын пысықтау үшін пайдаланылады. Практикалық оқытуды ұйымдастыруға және арнайы пәндер бойынша практикалық сабақтар өткізуге арналған. Алдарыңызда осы құтқарушы оқу жаттығу полигонында оқу жаттығуларын көріп отырсыздар. Келесі Халматра гидрогеологиялық сорғы станциясы. Іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылатын құралдармен, жабдықтармен және құрылғылармен жұмыс істеу қағидалар, қауіпсіз пайдалануы, құтқару техникасы және авариялық құтқару жабдығы сабағында игеріледі. Келесі слайдта практикалық сабақтарды өткізу үшін және арнайы практиканы өткізу үшін спорт идент электронды белгі жүйесінің құралдары бар. Олар жергілікті жерде спорттық бағдарлау кезінде оқу жаттығу процесін бақылауға мүмкіндік береді. Келесі слайдта алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын пысықтауға мүмкіндік беретін жаңа оқыту медициналық жабдығының муляждары. 2016 жылдың 16 қарашасында Қарағанды политехникалық колледжінде алғашқы көмек көрсету бойынша тренингтік орталық ашылуы өткен болатын. Онда Қазақстан Республикасының Қызылай қоғамымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Алдарыңызда көріп отқан слайд Қарағанды политехникалық колледжінің төтенше жағдайларда қорғау бөлімінде 2014-2015 оқу жылынан бастап құтқарушы студенттік еріктілер қозғалысының бағдарламасы жұмыс істейді. Еріктілер қозғалысының жетекшілері Рымбекова Индира Боранбековна. Алдарыңызда көріп отқан слайд біздің жаңағы құтқарушы
волонтерлерimiz төтенше жағдай болған жерде өз көмектерін көрсетуде. Төтенше жағдайда іс-қимылдарды ұйымдастыру пәні бойынша шұғыл жұмыстарды жүргізу және көрсету жұмыстарды басқару тәсілдері мен әдістерін зерделейді. Келесі слайдта көріп отқандарыңыз қатты әсер ететін улы заттар бойынша авариялық қалпына келтіру жұмыстары практикасы. Практика барысында химиялық және радиациялық залалдану аймақтарында авариялық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу тәсілдері мен әдістері пысықталады. Іздестіру құтқару жұмыстары. Болашақ құтқарушы мамандар төтенше жағдай салдарын жою кезінде іздестіру құтқару жұмыстарының тактикасы пәнінде тактикалық арнайы даярлықты зерделейді. Сабақ барысында іздестіру құтқару қызметтері мен құрылымдарын ұйымдастыру негіздері, төтенше жағдайлар әсеріне ұшырайтын түрлі объектілердегі авариялық кезінде іздестіру құтқару жұмыстарын орындау тәсілдері және жүйелілігі. Зардап шеккендерді эвакуациялау тәсілдерімен. Келесі көріп отқан слайдтарымыз біздің Қарағанды жоғары политехникалық колледжінде студенттердің волонтерлік жаңағы көмек көрсету, жаңағы іздестіру құтқару жұмыстары кезінде болатын практикалық жұмыстар. Арнайы үйретілген иттердің көмегімен зардап шеккендерді іздеу жаңағы кинологиялық әдіс осы іздестіру құтқару жұмыстарының негізі болып табылады. Жаңа қайталап өткендей, өмір сүру бұл автономды өмір сүру жағдайының өмірді денсаулықты және өнімділікті сақтауға бағытталған белсенді мақсаттар әрекеті. Қазір 1 минут кешіріңіздер. Іздестіру құтқару жұмыстары бойынша, жаңағы өткен сабақ бойынша тәжірибеде аман қалу бойынша тәжірибе өтеді. Төменгі температурада қар және қар құрсауында қалып қойған жағдайда аман қалу жолдарын іздестіру, кез келген төтенше жағдайда үйренуге болмайды. Ондай жағдайда тез және дұрыс ойлану керек, және де тиімді ыңғайлы жоспар құру керек. Өркениеттен тыс өмір сүру кезінде су көзін табу керек, баспана салу керек, немесе баспана табу керек. Осы сияқты тәжірибеде осы сияқты шұғыл іс-әрекеттерді орындауға үйренесіздер. Сонымен қатар, төтенше жағдайларда қорғау құтқарушыға ең басты керекті пәндердің бірі болып табылатын, ол әрине оның физикалық дайындығы дене шынықтыру сабағында және де су дайындығы сабақтарын өтетін боласыңдар. Су дайындығы сабағы құтқарушылардың ең маңызды және ең маңызды сабақтардың бірі болып табылады. Бұл жерде жаңағы сортировкада өтетін дельфин су кешенінде жаттығулар және сабақтар осы жерде өтетін болады. Жүзу дегеніміз бұл қысқаша айтып өтсек, өздерің бәрін білесіңдер, жүзу бұл әртүрлі қашықтықтардың ең аз уақытында жүзуді жеңуден тұратын спорт немесе спорттық тәртіп болып табылады. Спорттық жүзудің 4 түрі бар. Еркін стиль, кроль, арқамен жүзу, брас және баттерфляй болып табылады. Сабақ барысында сабақ басталмас бұрын дене қыздыру жаттығуларды өткізіледі. Суда жаңағы әртүрлі жаттығулар орындау кезінде балаларда көбінесе аяқтары тартылу болып табылады. Жаңа дене қыздырмас бұрын суға түсуге болмайды. Сабақ басталарында 15 минут, 20 минут балалар бірінші дене қыздыру жаттығуларын өткізеді. Алдарыңызда көріп отқан жаттығулар. Сабақ барысында қысқаша айтып өттім. Жаңа іске асыру әдісі бойынша өзін-өзі бақылау, қашықтықта билікті бөлу сауаттылығы, технологиялардың жаңағы дағдыларын жетілдіру. Келесі слайдта біздің Қарағанды жоғары политехникалық колледж арасында жаңағы су дайындығынан жүзуден жарыстар өтіп отырады. Осындай жаңағы балалардың марапатталған сәттерін сіздер. Келесі сіздерге бейне материалды алдарыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұл осы су дайындығы сабағынан біздің колледж студенттерінің өтетін жаңағы сабақ барысы. Қарап тамашалаңыздар болады.
Сонымен құрметті оқушылар, осы жаңағы су дайындығы сабағында қысқаша видеоролик көрсеткен болатынмын. Осы сабақ барысында жаттығулар қалай сабақ өтеді, барлығын қысқаша көрсетіп өткен болатынмын. Келесі слайдта спорттық бағдарлау үйірмесінің жетекшісі Антеев Айдар Калиевичке бұйырамын. Бірінші жаңағы видео материалмен танысайық.
Карталарды жедел жағдайда дәл оқу және дұрыс пайдалану. Олар бойынша жергілікті жердің тактикалық қасиеттерін тез бағалау, бейтаныс жерлерге, әсіресе түнде, шектеулі көріну жағдайында және жоғарғы жылдамдықты қозғалыста сенімді бағдарлану, барлау, іздестіру жұмыстарының нәтижелерін картаға тез және дәл келтіру. Спорттық бағдарлау бұл қатысушылардың спорттық карта мен компастың көмегімен жергілікті жерде орналасқан бақылау пункттерін тауып өтуі тиіс спорт түрі. Нәтижелер әдетте қашықтықты өту уақыты бойынша анықталады. Спорттық бағдарлау бойынша жарыстар әртүрлі топтарда өткізіледі. Оларды жас принципі бойынша да, қатысушылардың шеберлік деңгейі бойынша да қалыптастыруға болады. Қашықтықтың күрделілігі және оның қашықтық жарысында дистанциясын сәтті өту үшін тең жағдайда жергілікті жерде бағдарлауды білу және спортшының физикалық деңгейі қағидасы негізінде анықталады. Біздің спорттық бағдарлау үйірмесінің спортшылары 2008 жылы 1 шілде күні спорттық бағдарлау бойынша бұрынғы Қарағанды политехникалық колледжінің құрама командасы Корей спорттық бағдарлау федерациясының оңтүстік Кореяда Сеул қаласында өткізілгелі отырған Азия чемпионатының қатысуға жолдама алды. Команда өзіне дене дайындығы тұғырында назар аударды, моральдік ерік қасиеттері, көшбасшылыққа деген ұмтылысы, ұйымшылдығы, жеңіске жұмыс істей білу икемділігімен көзге түсті. Жарыс нәтижесі бойынша Латыпов Ринат 1-ші орын алып чемпион атанса, 3-ші орын алып Ақылбеков Айбек чемпионаттың күміс жүлдегері атанды. 2010 жылы команда спорттық бағдарлау бойынша Жапонияда Нагоя қаласында өткен 2-ші Азия чемпионатына қатысты. Жеке командалық біріншілікте құрама команда 3-ші орын алды. Жалпы есепте 5 қола медаль алып жеңіске жетті. 2012 жылы спорттық бағдарлау бойынша колледждің құрама командасы Қытай Халық Республикасының Вуй қаласында өткен 3-ші Азия чемпионатына белсене қатысты. Азия чемпионатының қорытындысы бойынша спортшылар 3 күміс, 5 қола медальдеріне қол жеткізді. 4-ші Азия чемпионаты Бурабай курорт аймағында 2014 жылы өткізілді. Аталған жарысқа спортшылар үлкен дайындықпен келді. 10 күндік оқу-жаттығу жиындары Қарқаралы өңірінде және Шығыс Қазақстан облысының төменгі Тайынты жерінде жүргізілді. Колледж құрамасы Түркияның Стамбул қаласында өткен Istanbul 5 Days көпкүндігіне қатысқан болатын. 5 күн жарысқан спортшылар 2 алтын, 2 күміс және 3 қола медаль иеленіп, елге жүлделі оралды. Қарағанды жоғары политехникалық колледждің құрама командасы спорттық бағдарлаудан республикалық жарыстарға белсене қатысып отырады. Құраманың қатысуымен жарыстың дәрежесі және бәсекелестігі арта түседі. Жазғы спорттық бағдарлау көбінесе таулы аймақтарда берілген қашықтық бойынша, таңдау бойынша және өте жоғары қашықтықтарға өткізіледі. Сонымен қатар, спорттық бағдарлаудың қысқы түрлері іске асырылады. Біздің студенттер шаңғымен даярлау нәтижесінде шаңғымен бағдарлау ерекшеліктерін іске асырады. Осы спорттық бағдарлау үйірмесінің орын алған уақытында біздің үйірмеде халықаралық спорттық дәрежеде 2 студент даярлады. Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне 6 студент дайындалды және спорт шеберіне үміткер
студенттерimiz 22 студентке тең. Кәсіби қолданбалы дайындық, альпинистік технологиялар. Табиғи рельефте де, қалалық өнеркәсіптік құрылыста да іздестіру жұмыстары кезінде жетекші болып табылады. Рельефте жартастарда, мұзда, қарда қозғалу, су кедергілерін еңсеру және осы жағдайларда зардап шегушіні тасымалдау дағдыларын үйрету осы арнайы пән бойынша оқытылады. Шеберлік пен дағдылар оқу зертханасында, полигондарда, биіктіктегі оқу мұнарасында және скалодром мамандандырылған залында кедергілері бар ашық мамандандырылған алаңда көп күндік жүйелі дайындық кезінде алынады. Табиғи рельефте қозғалу дағдылары және зардап шеккендерді эвакуациялау тәсілдері Қарқара ұлттық табиғи паркінде орналасқан Кенші Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің сауықтыру лагерінде оқу-жаттығу жиындары және жаттығулары игеріледі және жетілдіреді. Кәсіби қолданбалы дайындық, альпинистік технология пәні 2000 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан спорттық туризм және тауға өрмелеу секциясы маңызды қосымша болып табылады. Мұнда арнайы техниканы үйретуді және биіктікті жетілдіріп дамиды. Көп жылғы жемісті жұмыс үшін Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің құтқарушы мамандығы бойынша халықаралық конкурс өткізу құқығы берілді. WorldSkills презентациялық кезең, онда студенттер ТМД елдеріне халықаралық комиссиясын үшін өз біліктілері мен дағдыларын айқын көрсетті. Біздің студенттер Қазақстан Республикасының чемпионаты, Қарағанды облысының чемпионаты және колледж бен Қарағанды қаласының біріншіліктері сияқты әртүрлі жарыстарға бірнеше дүркін жүлдегерлері мен жеңімпаздары болып табылады. Келесі бейнебаянда сіздер үшін кәсіби қолданбалы альпинистік технологияларын бейнебаян үзіндісін көруге ұсынамын. Здравствуйте, а можно к вам на туризм ходить? Нужно? Давай старевочек. Туризм моя жизнь, а мы любим жить. Всегда бодрый дух, зачем нам пить? Туризм моя жизнь, а мы любим жить. Всегда бодрый дух, зачем нам пить? Указки вперед, журнальные растёрные листья, палки, елки и волки. Тренировался с января до марта, и вот готова карта, жду очередного старта. Весные судьи, сложная дистанция, прохожу этап, чемлюсь на станции. Звон карабинов радует мою душу, задумался, и упал в душу. Время горит, секунды за секундой, и вслед уже напоминает душу. Кричал тренер вслед, давай ты сможешь, слышишь? Гитара желтая, обнимаю нежно, сидя у костра, напевая песню. А вы не подозреваете, что мы одна семья. Туризм моя жизнь, а мы любим жить. Всегда бодрый дух, зачем нам пить? Туризм моя жизнь, а мы любим жить. Всегда бодрый дух, зачем нам пить?
Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Сіздердің назарларыңызға өрт қауіпсіздігі кафедрасына кіріспе, яғни өрт инспекторы мамандығы жайлы қысқаша түсініктеме. Біздің колледжде өрт инспекторы мамандығы 2015 жылы ашылған, яғни жаңа мамандық болып табылады. Ең бірінші біздің түлектер 2019 жылы, яғни былтыр түлектер шығарылды. Жалпы өрт инспекторы мамандығы ерлер және әйелдерде қызмет саласы болып табылады. Бұл өрттің алдын алу үшін заңның сақталуын қадағалайтын төтенше жағдайлар министрлігінің офицерлері болып табылады. Олар ғимараттарды, офистерді, өндірістік үй-жайларды, дүкендерді және басқа да объектілерді өрт нормалары мен қағидаларының талаптарына сәйкестігін тексереді. Анықталған бұзушылықтардың тізбесі және оларды жоюдың нақты мерзімдері көрсетілген нұсқамалар береді. Өрт қадағалау жөніндегі инспектор тәртіп бұзушыны әкімшілік жауапкершілікке тарта алады, айыппұл сала алады, немесе ескерту жасай алады. Келесі слайдта сіздерге болашақ осы инспекторлық мамандықты алып шыққаннан кейінгі болашақ жұмыс орындарыңыз көрсетілген. Яғни олар жаңағы өңірлік мемлекеттік мекемелерде Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі құрамына кіретін төтенше жағдайлар бөлімдері мен басқармаларында жұмыс істей алады. Келесі слайдта өрт инспекторының міндеттері, яғни өрт инспекторы жаңағы өрт қауіпсіздігі бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу, объектілердің заңнама талаптарына сәйкестігін тексеру және тексеру болып табылады. Өрт қауіпсіздігін бұзушылықтарды жою бойынша нұсқамалар беру, тәртіп бұзушыларға әкімшілік жаза қолдану болып табылады. Кейде өрт инспекторының міндеттеріне өртті тексеру де кіреді. Өрт инспекторына қойылатын талаптар: жоғары білімнің болуы, техникалық немесе заңгерлік білім болу керек. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің қолданыстағы құрылыс нормативтерін жақсы білу керек. Және нормаланбаған жұмыс күніне дайын болуы тиіс. Яғни келесі слайдта болашақ осы инспекторлық мамандықты алып шығу үшін сіздер қайда оқи аласыздар? Орта білім алу үшін бізде осы Қарағанды жоғары политехникалық колледжінде өрт қауіпсіздігі мамандығында. Келесі осы мамандықты оқып бітірген соң жоғары білім қажет болады. Жоғары білімді сіздер осы біздің Қарағанды техникалық университетінде тіршілік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау, Букетов атындағы Қарағанды университетіндегі жаңа тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бөлімінде және жаңағыдай мемлекеттік қызметтерге орналасу үшін Көкшетау техникалық институтында өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайда қорғаныс, өрт сөндіру және авариялық құтқару ісі мамандықтары бойынша білім ала аласыздар. Келесі сіздердің алдарыңызда өндірістік оқыту, яғни сіздерде осы бізге оқу орнына түскеннен кейінгі екінші курстан бастап өтетін тәжірибелер. Яғни бірінші сіздердің алдарыңызда тұрған алғашқы көмек тәжірибесі бойынша фотосуреттер. Яғни бұл алғашқы көмек тәжірибесінде сіздер төтенше жағдайда, кез келген жағдайда зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсету білімін алып шыға аласыздар.
Келесі слайдта сіздерге оқу танысу тәжірибесі. Яғни бұл оқу танысу тәжірибесінде сіздер болашақ осы мамандық иесі болып шыққаннан кейінгі болашақ жұмыс орындарыңызда көріп отырсыздар. Және де бізде авариялық құтқару техникасын қолдану және оны іс жүзінде қолдану тәжірибесі. Яғни осы біздегі бар аппараттар, құралдар, құрал-жабдықтар, осыларды қолдануды үйретеміз, техникалық сипаттамасын білесіздер, және де қай жерде қандай құрал-жабдық қолданатынын сіздерге үйретеміз. Келесі тағы да бір ең маңызды тәжірибенің түрі болып табылатын өрт зерттеу лабораториясындағы тәжірибе. Яғни осы тәжірибеде сіздер өрттің ошағы қайдан пайда болғаны, не үшін пайда болғаны, осы лабораторияда жұмыс істеп, білім тәлім алып үйренесіздер. Және де осы бізде оқыған кезеңдерде сіздер волонтерлік іспен де айналыса аласыздар. Тиісті сертификаттар алып. Келесі сіздерге тағы да өрт спорты бойынша бізде жаңағындай жеке факультатив өтеді, және де сабақ түрінде, тәжірибе түрінде де өрт қолданбалы спорты бойынша бейнематериалды көре аласыздар. Работа пожарных спасателей связана с физической нагрузкой. Пожарный спасатель должен быть физически развит. На уроках, на практических занятиях вы освоите нужные навыки, которые необходимы для профессии в дальнейшем. Вас ждет работа с пожарным техническим вооружением. Это подъем по штурмовой лестнице, работа со спасательной веревкой, пожарными боевыми и спортивными рукавами и стволами. Спортивные игры и эстафеты, связанные с профессиональной подготовкой в дальнейшем. Дружный коллектив, единая команда. В профессии пожарный существует прикладной спорт, пожарно-спасательный спорт, где талантливые и сильные, и самые сильнейшие пожарные спортсмены участвуют в республиканских и международных соревнованиях по пожарному спорту. Также студенты нашего колледжа участвуют в областных и республиканских соревнованиях. В пожарном спорте есть 4 дисциплины. Первая – подъем по штурмовой лестнице, 100-метровая полоса с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Как спорт будущего или спорт, у которого большое будущее, можно обозначить пожарный спорт. В том смысле, что все больше и больше людей и поклонников спорта обращаются к новым видам состязаний, в основе которых присутствует не только сила, красота, быстрота, но и идея, командное сотрудничество, товарищество
и интеллектуальная составляющая. Келесі сіздерге осы мамандықтарды толық көрсету үшін келесі бейнебаянды көруді ұсынамыз. Ол жерде біздегі жаңағы командалық штабтық оқу болып табылады, оқу жаттығулары. Соның бейнебаянына назар аударуыңызды сұраймыз. Командное сотрудничество, товарищество и интеллектуальная составляющая. Алдарыңызда көріп отқандарыңыздай, осының алдында айтылғандай, өзінің спорттық кешені скалодромда өтетін арнайы оқу жаттығу кешендерін танысасыздар.
Сонымен осы бүгінгі біздің жасаған мектептермен жаңағы жұмысымыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет. Мамандықпен қысқаша осылайынан түсіндіруге тырыстық.